Ертеде бір жесір әйелдің бір ұлы, бір қызы болыпты. Ішсе тамаққа, кисе киімге жарымапты олар. Күндердің бір күні баласы шешесінен бақыт деген не деп сұрапты. Балам, кімде кімнің тамағы тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ болса, басында панасы, ақыл айтар данасы болса, бақ деген сол емес пе? Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деген осы. Құдай сонысын бізден аяп тұр ғой депті шешесі. Талапты ерге нұр жауар деген нақыл сөз бар халықта. Осының мәнісі қалай деп сұрапты баласы тағы да. Талант танса нұр жауады деген рас балам. Бірақ бізден икем кетіп тұр ғой. Мен болсам қартайдым, сен болсаң әлі жассың депті шешесі. Талап жігер болса, бақытты көктен емес, жерден табуға болады ғой. Олай болса, ол бақытты бөгде біреуден емес, өзім тауып алуым керек екен деп бала шешесімен қош айтысып, бақыт іздеп жолға шығады. Шешесі жол азыққа майға жанышқан талқан дайындап береді. Баласын аттандырады. Бірнеше күн ұзақ жол жүріп, қарны ашып шаршаған бала мұрны өтпейтін қалың орманға келеді. Орманның ішін деу перілер мекендейді екен. Адамзат баласы, қайда барасың? Ажал айдап келді ме сені бұл жерге? Деп ақырады деу перілер. Қайда барарымды қайтесің? Күшті болсаң күш сынасуға мен дайынмын, келе бер дейді бала. Сынассақ сынасайық, өзіңде қан түртіп тұрған бала екенсің, келсең кел дейді олар. Кімде кім мынау жақтан үлкен қара тасты қысып майын шығарса, соңымызға қалғанымыз бағынышты болайық дейді. Жарайды деу перілер, алма кезек тасты қысып, тастан май шығара алмаған соң кезекті балаға береді. Бала қолын уқалаған болып, мойындаған майға жанышқан талқаны сығып майын алақанына жұқтырып алады да деу қара тасты қысып, міне мен тастың майын шығардым, енді сендер маған бағыныштысыңдар дейді. Бала мұны көрген деу перілер баланы күшін басым екен деп ойлайды. Олар баланы үйлеріне қонаққа барып үлкен сый құрмет көрсетеді. Деу перілер баладан қауіптенеді. Қонақ асын берген соң баланы жеке үйге жатқызады. Олардың жүріс тұрысынан сезіктенген бала үйдің ортасына жатпай, пештің ішіне кіріп жатады. Өзінің орнына басқа ұзын бір затты жатқызып, үстіне шапанын жауып қояды. Деу перілер баланы өлтірмек болып, түн ортасы ауған кезде үйдің төбесінен дәу қара тасты тастап жібереді. Бала өлген шығар деп, ертеңгісін үйге кіріп келсе, бала тірі екен. Сасқандарынан, қонағым, қалай тыныш ұйықтап тұрдың ба дейді. Аздап бүрге шаққаны болмаса, тыныш ұйықтадым ғой дейді. Үрейленген деу перілері баладан құтылғанша асық болады. Көп алтын қымбат сыйлықтар беріп, олар деулерге апарып, баланы шығарып салады. Бірнеше күн жүріп, ауыр жүк көтерген перілердің есі әбден шығады. Жолдан жатқан жауын бөренені көріп, мынау менің шешеме ұршыққа лайықты бөрене екен деп, оны бір періге
арқалатады. Ондағы ойы шешесінің де батыр екенін көрсетпек болған еді. Бала көп заттармен шешесіне аман-есен келіп қосылады. Деу-перілер баланы үйіне әкеп өздері жөн-жөнімен кетеді. Сөйтіп, талапкер бала өзінің ептілігінің, айлакер тапқырлығының арқасына мұратына жеткен екен.